Халықаралық білім беру корпорациясы, Қазақ Сәулет академиясының студенттері. Бұл мұражай 20 ғасырдағы тарихи ауыр кезең. Саяси қуғын-сүргін құрбандарына арналған. Бұл жерде мыңдаған адамдардың тағдыры мен өмір қайғысы туралы мәліметтер жазылған. Бұл музей Алматы облысындағы Жаңалық ауылында орналасқан. Ол кеңестік кезеңдегі саяси қуғын-сүргін құрбандарына арналып ашылған. 1930-1970 жылдары Қазақстанда жаппай қуғын-сүргін жүргізілді. Мыңдаған адамдар халық жауы деп айыпталып, атылды, немесе лагерлерге жіберілді. Алматы маңындағы осы Жаңалық жері су атылған адамдардың жаппай көмілген орындары. Тек тәуелсіздік алғаннан кейін ғана бұл жердің шынайы тарихы ашыла бастады. 1990 жылдары жаппай жерлеу орындары табылып зерттелді. Кейін осы жерде арнайы мемориал мен музей құрылды. Жаңалықтағы музей Қазақстан тарихындағы ең ауыр кезеңдерінің бірін еске салады. Ол бізге өткенді ұмытпай, болашақта мұндай қайғылы оқиғаларға жол бермеу керектігін түсіндіреді. Сондай-ақ музей аумағында ескерткіш кешені орналасқан. Онда атылған адамдардың есімдері жазылған. Бұл жер тек музей ғана емес, тағзым ететін қасиетті орын. Бұл мұражай бізге тарихты тереңірек түсінуге мүмкіндік береді. Сондықтан әр адам осындай орындарға барып сабақ алуы тиіс.